Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Мұханова Гүлнар нөмір 82 орта мектептің география пәнінің мұғалімі. Бүгін ғалам жер адам бөлімі бойынша жер ғаламшарының пайда болуы, жердің құрылысы мен құрамы туралы тақырыппен танысатын боласыздар. Оқу мақсаты жер ғаламшарының пайда болуын түсіндіру, жердің құрылысы мен құрамын атау. Алдымен балалар, бүгін жер ғаламшарының пайда болуына түсініктеме берейік. Адам ежелден өзінің қоршаған әлемді, соның ішінде жер шарын танып білуді ұсынған. Жердің қалай пайда болғаны туралы көптеген пікірлер осы уақытқа дейін айтылып келді. Ғылыми деректер бойынша күн жүйесіне жататын жер ғаламшары бұдан 4,5 миллиард жыл бұрын газды шаңды тұманнан пайда болған. Мұндай газды шаңды материя қазіргі кезде жұлдызаралық кеңістіктерде кездеседі. Жердің даму кезеңдерін уақытын білу үшін геохронологиялық кестенің көмегімен білуге болады. Жер тарихының пайда болуының 5 кезеңімен танысамыз. Архей эрасы ең ежелгі гректің тіліне аударғанда ең ежелгі эра. Жер дамуының алғашқы кезеңі болды. Ол жанартауы гүрілдеп, буы бұрқыраған, сұрапылдауы желдер соғып тұрған шар тәрізді дене болатын. Жерге ұдайы метеориттер құлап түсіп жатты. Келесі эра протерозой эрасы. Протерозой эрасы жер біртіндеп сабасына түсіп, бұл эрада жанартаулардың атқылауы баяулады, шөгінді жыныстар түзілді. Кейінірек жер қыртысының жылжуына байланысты кейбір тұсы жоғары көтеріліп, әртүрлі биіктіктегі таулар қалыптасты. Материктер көтерілгеннен кейін палеозой эрасы орын ала бастады. Бұл кезең жердің қалыптасуына үлкен өзгерістер әкелді. Таулардың көтерілуімен бірге теңіз суларының құрлықты басуы қатар жүрді. Ірі құрлық ішіндегі теңіздер пайда болды. Климат өзгерістерге ұшырап, біртіндеп суыта бастады. Климаттың бұлай өзгеруі тіршіліктің пайда болуына мүмкіндік әкелді. Мезозой эрасы палеозой эрасының орнын басты. Бұл жануарлар мен өсімдіктердің дамуына себепші болған эра. Жер үстінде алып қанатты кесірткелер, динозаврлар мекен етті. Алғашқы құстар, сүтқоректілер және гүлді өсімдіктер пайда бола бастады. Уақыт өте мезозой эрасының орнына жаңа эра пайда болды. Ол қайнозой эрасы. Құрлық біршама көтеріліп, алып динозаврлар мен өсімдіктер жойылып кетті. Олардың орнына қатаң климатқа бейімделген, жылы қанды, қалың түкті жануарлар кеңінен пайда болды. Бұл эраның соңына қарай адамдар пайда болды. Ал 4000 жыл бұрын ежелгі Вавилон тұрғындары жер шарын дөңес күмбез ретінде елестеткен. Жер үстінде аспан мен су, жер астында да аспан мен су деп ойлаған. Енді балалар, біз әрі қарай жердің танысатын боламыз. Жалпы жердің сыртында бірнеше қабаттар қоршап тұрады. Олар атмосфера, гидросфера, биосфера және литосфера қабаттары. Атмосфера, литосфера, гидросфераны тоғысып, бір-біріне әсер етуінің нәтижесінде жердің ерекше қабығы географиялық қабық түзіледі. Географиялық қабық жерде тіршіліктің пайда болуына және дамуына қажетті жағдай туғызады. Жерден басқа күн жүйесінде ғаламшарларда географиялық қабық жоқ. Жерде географиялық қабық тіршіліктің дамуы мен су айналымы нәтижесінде қалыптасты. Сонымен географиялық қабыққа литосфераның басқа қабаттардың әсерінен өзгерген жоғарғы бөлігі, атмосфераның төменгі қабаты, бүкіл гидросфера және биосфера жатады. Географиялық қабыққа тән басты ерекшеліктер: жер қабықтарының әрқайсысы бір ғана заттан тұрады. Атмосфера ауадан, гидросфера судан, литосфера тау жыныстарынан, биосфера тірі организмдерден тұрады. Географиялық қабықтың нақты шекарасы жоқ, шамамен жалпы қалыңдығы 55 километрге жуық. Жерге күн сәулесімен келетін жылу түгелдей дерлік географиялық қабыққа шоғырланады. Оған жылу мөлшерінің белдеулер түрінде таралуы сипатты. Атмосфераның жоғарғы қабатында немесе литосфераның терең бөлігінде жылу бұлайша белдеулі заңдылықпен таралмайды. Жердің сыртқы геосфера қабықшасы 20 000 километр болған ауа қабықшасынан тұратын атмосфера. Ол 3 қабықшадан тұрады: тропосфера, стратосфера және ионосфера қабаттары.
Тропосфера қабаты жерге ең жақын орналасқан қабат. Оның қалыңдығы 10-12 километр. Тропосфера қабатында газ ауа массасының, яғни 80% бүкіл су осы қабатта шоғырланған. Жер бетінен қашықтаған сайын температура төмендей бастайды. 10-12 километр биіктікте температура -55 Цельсий градусты көрсетеді. Бұл қабатта бұлттар пайда болып, ауаның жылы қозғалысы топтала бастайды. Стратосфера қабаты тропосферадан кейінгі қабат. Оның биіктігі 80-90 километрге жетеді. Стратосфера биіктігінің 30-35 километрінде озон қабаты орналасқан. Әдетте онда температура +55 Цельсий градус, ал биіктік 80-90 километрде температура қайтадан төмендеп -60-90 Цельсий градусқа жетеді. Стратосфера қабатында орналасқан озон қабаты бұл күннен таралатын әсер күлгін деп аталатын сәулелерді ұстап қалады. Ионосфера бұл ауаның ең жоғарғы бөлігі болып, 20 000 километр биіктіктен кейін планетарлық бостыққа жалғасады. Зерттеулер соны көрсетеді. Ионосфераның 225 километр биіктік қабатында температураның көтерілуін анықтаған. Жалпы балалар, астрономдар ғарышты өте алыс орналасқан ғаламшарлар мен жұлдыздарды зерттейді. Сонда да ғаламмен салыстырғанда жер шарының да құпиясы аз емес. Бүгінге дейін ғалымдар жер ғаламшарының ішкі құрылысын толық білмейді. Жанартаудан аққан лаваны көргенде жердің іші де қайнаған от деген ой келеді. Әдетте бұл олай емес. Жердің ішкі құрылымында өзіндік ерекшеліктері бар. Жердің ішкі бөлігі жер қыртысы, мантия және ядро деп аталатын қабаттардан тұрады. Әдетте біз осы қабаттарға жеке-жеке тоқталамыз. Жердің құрылысы туралы түсініктеме беріп кететін болсақ, жер қабатының құрылымы диаметрі 6357-6378 километрге тең дөңгелекке жоқ шаршы нысандас. Күн жүйесінде күнне әрі қарай есептегенде үшінші орналасқан ғаламшар. Ол жер қыртысы, мантия, ядро деп аталатын 3 геосферадан тұрады. Жердің физикалық қасиеттері мен температурасы тереңдеген сайын өзгеріп отырады. Бұл жерде біз жердің құрылысын көріп отырмыз. Жердің өзі, яғни жер қыртысы материктік және мұхиттық деп бөлінсе, ядро ішкі және сыртқы ядроға бөлінеді, ал мантия төменгі және жоғарғы мантияға бөлінеді. Жердің ішкі құрылысының орналасу қабаттары көрсетілген. Мантия бұл жамылғы деген мағынаны білдіреді. Мантия жоғарғы және төменгі мантияға бөлінетіндігін білдік. Бұл жерде жоғарғы мантия 9 километрге созылып жатса, төменгі мантия 900 және 2900 километрге дейін созылып жатыр. Мантия жер көлемінің 83%, жалпы салмағының 67%-ын құрайды. Жоғарғы мантияның 250-300 километр тереңдігінде қаттылығы мен беріктігі төмендеу тұтқыр қабат орналасқан. Оны астеносфера деп атайды. Ядро жердің ішкі өзегін біз ядро деп атаймыз. Ядроның радиусы 3486 километрді құрайды. Ол сыртқы және ішкі ядроға бөлінді. Бұл екеуінің арасында сыртқы ядро құрамына кіретін аралық белдем бар. Ядро шекарасында бойлық сейсмикалық толқындардың таралу жылдамдығы 13,6 км секундтан 8,1 км секундқа дейін кеміп отырады. Жер қыртысы қозғалмалы құрылым. Жер қыртысының ажырауынан немесе ығысуынан жер бетінің тербелісін туындатып, одан жер сілкінісі пайда болады. Мұндай әрекеттер дүниенің көптеген жерлерінен кездестіреміз. Жер сілкінуді жабайы аңдар, жәндіктер мен үй жануарлары ерте сезетіндіктен, олардың мінез-құлқына қарап бұл құбылысты болжауға болады. Жер асты дүмпу күштерінің әсерінен жердің беткі қыртысының тербелуі, яғни жер сілкінісі деп аталады. Жер сілкінісін сейсмология ғылымы зерттейді. Су астында жер сілкінісінің нәтижесінде алып толқындар, цунами пайда болады. Олар мұхит бетінде үлкен жылдамдықпен таралады. Жағалауға жақындаған сайын өсе түскен толқынның биіктігі 20-30 километрге жетеді. Жағаға соққан толқын құрлықтың ішкі жақтарына дейін таралып, орасан апат тудырады.
цунами толқынынан кейін орын алған әрекеттерді біз бұл жерде көріп отырмыз. Ал мына жерден жер сілкінісінің әрекетінен туындаған жағдайлар. Енді балалар, біз бүгінгі өтілген тақырыптар негізінде тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма сәйкестендіру тапсырмасы. Берілген эраға сәйкес суреттерді сәйкестендіру. Яғни 5 эраға сәйкес мына жерде 4 сурет берілсе, қай сурет қай эраға сәйкес келеді, соны сәйкестендіру тапсырмасымен орындаймыз. Келесі тапсырма: төмендегі сөздерді қолданып, мәтіндегі көп нүктенің орнына жазыңыз. Яғни мантия, ішкі ядро, жер қыртысы, сыртқы ядро. Қайсысы қай бөлікке сәйкес келеді, берілген тор көздерге орналастырамыз. Келесі кестемен жұмыс жасау. Яғни мантияның құрамын, ядроның құрамын, яғни жер қыртысының құрамына тән ерекшеліктерді берілген тор көздерге орналастырамыз. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша тыңдағандарыңызға, назар салғандарыңызға рахмет.